Сәлеметсіздер ме, құрметті Бойтұмар арнасының тыңдармандары. Менің арнама қош келдіңіздер. Әсерлі әңгімені тыңдай отырып, менің арнама жазыла кетіңіздер. Әңгіме ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Азалы көш. 6 бөлім. Авторы Ғани Бейсен. Анау төбенің етегінде кебеңдеген екі адамның бірі Дінмұхан болса, бірі Әбдіақсақал еді. Бірақ бұл екеуі осыдан 3 ай бұрынғы Әбді мен Дінмұханға ұқсамайды. Тап қазір қасына келіп, беттеріне үңілген адамға бұл екеуі жаналғыш әзірейілден аумайды. Өйткені қарындары ашып, тамақтары құрғаған сорлардың беттерінен әрғашып көздері үңірейіп кеткен. Екеуі әлдебір шөптің тамырын қазып жатыр. Сонда қолындағы кезікті әрі-бері ұрғылаған бала, «Жеттім ата, жеттім, міне деп айғайлап берді. Оған енді Әбдіақсақал жармасып, қара жерді шұқи берді. Содан әупірімдеп отырып, ұзын тамырды суырып алып, тістеп сұра бастады. Бірақ ол не болсын, құрғаған тамақты аздап жібіткен болмаса, шөліңді басар суы жоқ. Оны бұлар кезек-кезек шайнап әлек. Сөйтіп азда болса күш жинаған екеуі алға қарай тағы жүрді. Күн қараңғы тартып, қоңыр салқын жел тұрды. Тамыр көрсе қазып жеп, суын ішіп бара берген екеуі ақыры ауылға жетті. Алайда бұл өз ауылдары емес, бөтен ауылға жетті. Мұны тек ауыл демесең, бұл жерде тіршіліктің белгісі байқалмайды. Қаңыраған қара шаңырақтары құлап, осап қалған. Адам түгілі ит үрмейді. Құтты бір жау шапқан ескі жұртқа ұқсайды. Абырой болғанда құдығында су бар екен. Енді тіске басар бірдеңе табылса болғаны. Екі болсақ барлық үйді тінтіп шықты. Алайда дым таппады. Тапқандар кішкене ғана шойын қазан мен қара шайнек болды. «Әй, Дінмұхан балам, мен мына құдықтан су тартайын, сен тамыр қарап көр. Тапсаң айғайлап шақырарсың, таппасаң сүйек жинарсың. Алланың өзі кешірсін, онан басқа амалымыз жоқ» деген әбекең құдыққа беттеді. Ал орнынан әрең дегенде тұрған бала тәлтіректеп кете барды. Әбдіақсақал қауға тастап, құдықтан су алды. Сонан соң от жағып үстіне қазан қойды. Алайда тамыры бар шөп іздеген бала ештеңе таппады. Қайдан тапсын, мына ауыл бәрін жеп бітіріп, тап-тұйнақтай ғып тазалап кеткен. Ол нәубет осылай келді. Бұрындары арам деп жиркенетін қазақтың бұл күнде жемеген нәрсесі қалмады. Жорғалап жыбырлағанды жеді. Бірен-саран қылтиған шөп тапса оны жеді. Тамырын қазып, мұны жеді. Әйтеуір айналаның бәрін жалмап жіберді. Соңында тып-типыл боп қара жер қалғанда жан сауғалап үдіре көшті. Мына жұрт судан қаңырап бос қалған еді. Ал қазандағы су жыбырлап бастағанда әрең жеткен бала етегіндегіні тастай салып жығыла кетті. Байғұсай, күнге кеуіп қалған біраз сүйектерді жинап келіпті. Екеуі де құдайы бар қазақ қой. Бірі бала, бірі қарт демесең, ашықтан естері ауысқан сорлар саралап отырмады. Біріне бірін ұрып, құмын қағып қазанға тастай берді. Біраз дегенде ыстық отқа сақырлаған қазан қайнап бастады. Оны көргенде пісті ата пісті деген бала жүріп келіп қазан қарады. Онан жеңін түріп жіберіп қолын салды. Суытып сорпасынан ішіп, сүйегін кеміріп, тыңқиып тойып алды. Қысқасы осыдан соң Әбдіақсақал көктегі құдайға қол жайды. Алла, мына балам таң ата жолға шығады. Жолын бере көр. Күнәміз болса екеумізді кешіре көр деп бетін сипап, соңынан Дінмұханға қарады. Балам, осыдан 3 күндік жерде медресе бар. Аман есен жетсең, саған жейтін тамақ табылар. Бірақ сен ертемен тұрып, мына қазанға от жақ. Сонан соң тағы да сүйек қайнатып дорбаңа салып, жолға шық, азық қылып жетіп аларсың. Бірақ балам, медресе көргенде қолыңдағы дорбаңды жасыр. Айтқанда ертең мені оятамын деп әуре болма. Жұлқылап жанымды мазалама. Жылап әруағымды шошытпа. Онан да өзің қазан қайнатып, өзің жеп кете бер, деп теріс айналды. Мұнысын түсінбеген бала қайта-қайта сұрағанмен әбдіңіз жағашпады. Ертесі күні бәрі де әбді айтқандай болды. Бала қанша жұлқыласа да ақсақал сес білмеді.
Көзін де ашпады, жауап та қатпады. Сонда еңіреп жылаған бала қолына ілінгенмен үстін жапты. Әйтеуір оны мұнымен ырым жасап бүркеген болды. Содан қазандағы сүйектерді дорбасына салып жолға шықты. Ал бөтен жұртта қалған әбдіңіздің өлім күткені рас еді. Себебі 3 немереден, бір ұлдан, бәйбіше мен келіннен айырылып, қушиып жалғыз қалды. Тек бала Дінмұхан үшін әупірімдеп жүріп, еріп отырды. Әйтпесе солардың жанында белгісіз өлік боп, бұл да қалғысы келді. Дегенмен адамның емес, Алланың қалауы болады. Соңында мына ауылға жетті. Алдап болса да балаға жегізді. Қысқасы бұл заматтан Баубек пен Әбдіден тұяқ қалмады. Баубегің жолда өлсе, Әбдіңіз мына жұртта өлді. Алайда Әбдінің өлімінің тағы бір құпиясы бар еді. Бұл сорлы білмеді емес білді. Баланың жинап келген сүйектері адамның сүйектері екен білді. Бірақ балаға айтпады. Есесіне ішіп ал балам, сен же бала ғой деп қарнын тойдырып жіберді. Өйткені білмегенді Құдай кешіреді. Бала аман қалсын деді. Ал біле тұра айтпаған өзін кешірмеді. Осылайша аман қалған бала 3 күнде медресеге жетіп жығылса, жұртта қалған Әбді 3 күн жатып жан тапсырды. Қысқасы сол кәкімнің жұртынан ешкім аман қалмады. Ел арасында кәкімнің жұрты деген оқиға ғана қалды. Ал Ақылбай ауылы күннен күнге ушыға берді. Сол күні 3 жылқыны өртеп келгендердің ішінен Балағазы құлады. Міне нағыз нәубет сонан соң басталды. 40-қа бір төбе қалған жігіт бар жоғы 3 күн жатып жүріп кете барды. Соңында улап шулаған шиеттей бала шағасы қалды. Әрине оның өлімі Ақылбайға да оңай соқпады. Сол жетім балаға өзі мал беріп, күні кеше өлген Шымырдан қызы жібекті әперіп, жылқы шығып алып еді. Ойда жоқта орны ойсырап, 5 бала мен жібек келіні жесір қалды. Алайда бұл өлімнің астарлы өлім екенін Ақылбай білді. Кешегі Әбіш айтқан эпидемиядан кетті. Енді қайда барады? Өзінің ғой жасырған түйелері мен жылқылары бар. Өз отбасына жетеді. Бірақ мұншама халықты тойдыра алмайды. Қысқасы осының бәрін ойлаған Ақылбайдың басы қатты. Содан жер бауырлап жатып жылайтынды шығарды. Өйткені мына ауылдан енді көшпесе болмайды. Сөйтіп еш жей алмай жүргенде тағы бір хабар келді. Ақылбай аға, қабір басында бір адам көрінді, деді ендіге кірген Жәнібек. Не дейді деген Ақылбай шошып кетті. О жаратқан бұл адам менің Балағазым болса екен. Ол тіріліп келсе, орнына өзім түсер ем деп күбірлеп үйінен шықты. Содан бір топ адам төбе басында қабірге беттеді. Олардың ішінде Жәнібек бар. Әбіш пен Ертуған бар. Сонау шеттен Сарбайда келген. Топырласып жүріп жетіп барды. Алайда ізім қайым тірі жан таппады. Сонда сен көзіңмен көргенің рас па деп сұрады. Таң қалған Ақылбай Жәнібекке қарап. Рас аға, рас. Мен жылқыдан қайттым. Әне анау төбеден түскенде мына жер анық көрінеді ғой. Күйбеңдеп жүрген бір адамды анық көзім көрді, деп безек қақты бала. Ендеше барлық қабырды бірме-бір қарап шығыңдар. Әсіресе соңғы желегендерді қалдырмаңдар, деп бұйрық берген Ақылбай Балағазының басына барды. Астапыралла, әлдегім аяқ тұсын шұқып қасып көріпті. Демек жасырын жүрген біреу бар мұнда. Уа жарықтарым, бері келіңдер. Мына сұмдықты көрдіңдер ме? Бұл кім болса да біздің ауылдық емес. Бізге мұны тез арада табу керек. Сендер айналаны шолып шығып ізгесіңдер, деп тапсырды. Сонда тұрған төртеуі 4 жаққа тартты. Балағазының бейітінің ашылған жерін көмген Ақылбай отыра кетті. Негізі осы бейтке ешкімді жолатпаңдар. Адам көрсеңдер, айтыңдар деп өзі тапсырған. Өйткені мына аш жатқан адамдардан бәрін күтуге болады. Тірідей ұрлап жегенді ұстап жазалады. Оның үстіне мынау қазір бұрынғы бейіт емес, үлкейіп кеткен үлкен бейіт. Соңғы 3 айдың өзінде 40-қа жуық адам қойылды. Жаратқан, өлдің өштің деген осы екен ғой, жарықтық. Бәрінен де сенің қазан қабырғаңды соқты ғой балам, деген Ақылбай дауыс шыққан жаққа жалт қарады. Міне, мына жерде із бар Ақылбай аға, деп айғайлаған Әбіш еді. Сонда үрпиген топ әлгі іздің тоңынан түсіп отырды. Бұл оң жақтағы жылғамен келіп, кәкімнің ескі үйіне кірді. Алайда асты-үстінің бәрін тінтіп қарады. Тірі жан табылмады. Сонда үнсіз отырған Ақылбай тұрып,
Бұл кәкім емес, бұл басқа адам. Кім болса да кәкімнің үйін паналаған біреу, деп таңғалды. Өйткені мына ізден байқағаны, бұл адам сүйретіліп жүретін адам. Ал кәкімнің олай жүруі мүмкін емес деп түсінді. Алайда үйден ешкім таппаған соң, ауыл сыртынан іздесетін болды. Себебі құдық маңынан табылған қаптан сұмдық болған білді. Мұның соңы жылқы әкелмен аяқталды. Жәнібек пен Ертуған 2 жылқыға мініп, құм арасынан ізгесті. Сөйтіп, ит үргеннен көп өтпей сойылған мүрденің үстінен түсті. Әрине естен кеткен, мүрдені олар танымады. Бұл кәкімнің құрбаны болған игілік еді. Судан су үнемдеген кәкім түн ауғанда ауылға кеп кірген. Мұның айуандығында шек жоқ. Игілікті азыққа шалды. Тіпті еттерін сылып дорбаға тығып қайтты. Онысын түн ауа ağzına аулақ от жағып пісіріп жеп жүрді. Себебі күндіз от жаға алмайды. Түтіннің көріп қояды деп қорқады. Сөйтіп жүріп етті сасытып алды. Соңында қатта шыққан сорлы бейіт басына қарай беттеді. Себебі кеше ғана балағазының желенгенін біледі. Содан ауыл сыртындағы жылғамен жылжып отырып сонда барады. Бірақ бейітті қазып үлгермейді. Ақылбайдың үйінен шығып, аяңдаған адамдарды көріп, сайға түсіп қаша жөнеледі. Одан кеп ескі құдыққа жасырынады. Бұл құдықтың ішінде адам жасыратын жері бар. Оны кәкімнің өзі ғана біледі. Дегенмен игіліктің мүрдесінен соң Ақылбай ақсақал белгісіз адамның соңына түсіп алды. Тіпті түнде күзет қойып қарап отырды. Өйткені сезі байқады. Балағазының бейітін қазғаны оның кім болса да осы ауылдікі екенін аңғартады. Ала шыққан кәкім қашанғы жатсын? Таң қыла бере шығып бейітке жетті. Бұл барлық мұсылман жайнамазға жығылып тұрмайтын кез. Соны пайдаланғысы келді. Бірақ ту сыртынан 2 жігіт шап беріп тырп еткізбеді. Сөйтіп қапыда қалған кәкім көкжал қолға түсті. Ал 3-ші жігіт Ақылбайға аттанды. Ол енді үйінде қонақ боп жатқан сарыны ертіп, кәкімге төне берді. «Уа Ақылбай, соңғы рет жалғыз өтінішімді қабыл ал», деді басын көтермеген күйі кәкім шал. «Өтінішіңді қабылдаймын, Кәкімбек, бірақ сен менің 3 сұрағыма жауап берсең», деген Ақылбай жақындай берді. «Егер менің айналамнан болса айтайын, басқасы мен шаруам жоқ», деп қайырды сонда кәкім көкжал. «Ендеше Кәкімбек, 1-ші сұрағым, ел жұртың қайда, соны айт. 2-ші сұрағым, анау төбенің басындағы мүрде сенің ісің ғой, ол кім, соны айт. 3-ші сұрағым, Әбдінің хабар керек. Тірі болса тірісін айт, өлі болса өлісін айт. Жауап сенен», деді. Кәкімбек сонда бәрін айтты. Ең бастысы суға таласып жүріп, игілікті өлтіріп алғанын айтты. Ал етін жегенім үшін ақыретте өзім жауап берем дегенді қосты. Ендеше осы игіліктің баласы қайда деп сұраған Ақылбай соңғы өтінішіңді айт деп жақындай түсті. Тіпті де төніп қалды, аз қалды. Сонда кәкім сөйлей бастады. «Уа Ақылбай, кәкім деген атым болған білерсің. Көкжал деген затым болған білерсің. Ерке тұтай айтарым болған білерсің. Ашу қысса жайпарым болған білерсің. 4000 жылқым болған білерсің. 6 ұлым қорған болған білерсің. Біле білсең, сол малдармен ұлдарым бірге өлді. Алдын Мұхан баланы сұрасаң, ол Әбдінің көшімен қайтты. Енді менің жанымды көп қинама, Ақылбай. Ұрсаң қарағысымнан ұр. Тек жаназалап көмсең болды. Менің өтінішім осы ғана», деп басын көтеріп қарағанда бәрі шу ете қалды. Өйткені екі көзі шарасынан шығып кеткен кәкімнің түрі өте сұсты еді. Сонда қолына шоқпарын қыса түскен Ақылбай сарыға қарап ымдаған болды. Тізерлеп отырып күбірлеген Сарыбай көкжалдың иманын үйре бастады. Кәкім де қарап қалмады. Көйлегін басынан көтеріп, жалаңаш желкесін ыңғайлап тоса берді. Ақылбай оған аяушылық білдірмеді, тіпті мүдірмеді. Шойын шоқпарды көкке көтеріп қарағыстан бір ұрды. Қыңқ деп барып сұлап түскен кәкімнің жаны кеудесінен ұшты. Жұттан берідегі 700 шақырымдық алаңқайда шашылып қалған Баубек пен Әбдінің балалары еді. Басында бұл сорлар жөн жорғын жасап сүндетті жерлеген. Онан Баубектің 2-ші немересі Нүсіпәліні жерледі. Соңынан кіші қызы Мәликені жерледі. Міне осы үшеуінен басқалары көмусіз қалды. Сонда балаларының бәріне айырылған Баубек бәйбішесі өлгенде әдейі жүрмей қалса,
Әбді ақсақал жападан жалғыз жатып көз жұмды. Әйтпесе осы ауылға Баубекте жетермеді. Кім білсін. Алайда ол кісі енді тірі қалғанынан өлгенім артық, менің өмір сүргім жоқ деп, Әбдімен Дінмұқанға суын беріп, бәйбішесінің мүрдесін құшақтап жата кетті. Мына екеуінің әрі-бері зорлағанына басын көтермей қойды, көнбеді. Демек Баубек бабамызды 99% өлдіге санауға әбден болады. Ал Әбдінің ауылға жетуіне себепші мына Дінмұқанның амандығы болды. Әйтпесе оның да өмір сүргісі жоқ еді. Осы баланы ауылға жеткізсем деп, өзіне өзі аманат арқалап ауылға дейін әкелді. Бұл оқиға сол қалған баланың ұрпақтары арасында тарайды. Кәкімнің жұрты жұрт болды дегенді айтқандар да солар. Қысқасы Әбді ақсақал осылайша ерледі. Бөтен баланың амандығын тіледі. Адам деген таңғажайып, түсініксіз жаратылыс. Сонда бай балаларына қарағанда жарлы баласы Дінмұқанның қажырлы болғаны көрініп тұр. Оған Құдай қарасып, Әбді де Баубек те осы баланы азық қылу жайлы ойламады. Тіпті өз баларымен бірдей тамақ беріп, бірдей су ішкізіп отырды. Бұл дегеніңіз нағыз тектілік, нағыз адами қасиет. Бір Кәкім мен оның балаларына қарап, қазақтың бәрі жаман деуге болмайды. Қай елде, қай ұлтта болса да мұндай арамзалар болған. Қазір де бар, бола да бермек. Ал бұлардан кейін шыққан ерден бастаған үшінші көште сұмдықтар болған. Қырқысып бірінің өлген баласын бірі жеген деседі. Мұндай фактілер болғанын сол кездегі Қазақстанда ашаршылықпен күрес комиссиясын басқарған Тұрар Рысқұл атамыздың жазбаларында бар. Бұл сондай-ақ сол жылдарда азалы көштің соңынан жүріп өткен Мукфордтың да жазбаларында кездеседі. Қалай болғанда да осы зұлматтан 2 миллиондай қандасымыз құрбан болғанын тарихшыларымыз айтып та жазып та жүр. Бұл дегенің қазіргі бір Алматы орталығының, болмаса 2 Астананың немесе 3 Қарағанды қаласының тұрғындарының санына тең. Әркімді Құдай аясын. Кәкімнің алты ұлынан хабар жоқ. Осылайша жаз ортадан ауғанда ол жұрттан ешкім қалмады. Өлгені өлді, өлмегені бас сауғалап босып кетті. Ал медресеге жеткен Дінмұқан бала сол жерден өткен көшке қосылды. Мұның енді қазалы көш еді. Өйткені артта алған әр төбеге бір-екі мүрдеден тасап келе жатқан көш басқа қалай аталсын. Ата деп келіп сәлем берген жас баланы сондағы бір ақсақал көштің басына қарай жетектей жөнелді. Мұндай ұзын сонар керуеннің басына жетемін дегенше біраз жол. Бала шашап жығылуға қарады. Оны тыңдайтын ақсақал жоқ. Жағасынан ұстап тартып барады. Әбер болғанда атан түйеде отырған арық шалдың алдына апарып, біздің көшке жол жөнекей қосылды. Қайдан келесің десем, біреудің жұртынан қайттым дейді. Тегі біздің үрімнен емес, не істейміз деп сұрады. Сонда еңкейе түсіп, Дінмұқанның көзіне қараған шал, бұл баланы әрірек апарып тастаңдар. Біздің өз күйігіміз өзімізге жетеді деп жүріп кете берді. Осыдан соң әлгі кісі баланы жол жиегіне итеріп тастады. Қарны аш, қауқары жоқ бала сонда жата қалды. Шаңды бұрқыратып, арба күймесін сүйреген көш қасынан өте берді. Сөйтіп көз ұшынан ұзағанда жас бала тұрып соңдарынан ерді. Бойындағы бар қайратын жинап жүріп келеді. Тіпті көш соңындағы үсті жабылған арбаға жетті. Әй бала деп сыбырлаған дауыс шықты. Сонда күйме ішінен. Жөнді ести алмаған бала мойнын созды. Онан кеп арбаға жабысып қарамақшы болды. Бірақ оған күш қайда. Аяғы сүрініп кетіп аунап түсті. Енді бала орнынан тұрып тағы да ұмтылды. Алайда тағы да сол қауқарсыз аяқ қисайып кетіп тоңқалаңасты. Енді бала тағы тұрып тағы да жүгірді. Кенет қараңдаған бір нәрсе арбадан ұшып кеп алдына түсті. Көтеріп алғанда кәдімгі шоққа піскен табан нанның жартысы тұрды. Шаңын қағып жіберіп тамаққа басқан бала қақалып та қалды. Сонда арбадан тағы да бірдеңе құлады. Шаңның арасымен еңбектеп отырып оған да жетті. Бұл екі жұтым суы бар кішкентай ғана мұтара еді. Қылқылдатып жұта салды. Онан жүгіре басып мұтараны арбаға қайта лақтырды.
Онан бір кезде қайнаған ет томп етті. Қағып алған бала оны да жеп алды. Сонан соң осы арбаның соңынан қалмай жүріп отырды. Күн еңкейіп батып, қараңғы үйіріле бастады. Шұбырған көштің алды тоқтап, арты жеткенде арбадан үстіне қап-қара шұбалған ұзын көйлек киген келіншек түсті. Сөйтіп аузы басын тұмшалап қазан көтерді. Қараңғы болса қоюлана берді. Қайнаған сорпаны иісі аш баланың танауын жарып өтті. Сонда піскен тамақтан бір есе құйып, оған жартынан салған келіншек жан-жағына қарап алып қараңғыға беттеді. Оны анадайдағы тастың үстіне қойып, өзі қазан басына қайта кетті. Сол кезде 4 ер адам келіп отыра кетті. Әлгі келіншек олардың бәріне тамақ құйды. Арбаның астынан шыққан бала тасқа қарай зып берді. Арадан көп өтпей жүреміз деп айғайлаған адамдар жинала бастады. Қысқасы, қарны тойған бала түн жардан ауғанша сол көшке еріп отырды. Тоқтаса тоқтап, жүрсе жүріп бара берді. Ал Ақылбай ақсақал кәкім көкжалға берген уәдесінде тұрып, арық болса да ешкі сойып, Құран оқытып, жаназалап жерледі. Әрине мұны естіген жұрт өзі өлтірді, өзі көмді деп жатты. Оған тіпті өз малшылары қатты таң қалды. Соны байқаған Ақылбай дастархан басында отырып әңгіме қозғады. Ханның басын хан алады, қараның басын қара алады деген дана сөз бар. Білесіңдер ғой балаларым. Мынадайдан соң бәрінің де үрпиісіп отырсыңдар. Мен сендерді түсінемін. Шын мәнінде Құдайға қараған таза мұсылман осындай болу керек. Кәкім менің ата жауым емес қой. Ол да пенде. Ол тек қана адасқан пенде. Егерде осы кәкім мына елді бөлмегенде, шіркін-ай, бірақ әттең. Қайдам-ау балаларым. Бұл бізге Алладан келген іс. Жасағанда бәрін Алла өзі жасайды. Біз пендеден көреміз. Сол үшін мен оған сый-сияпат көрсеттім. Адам өлгеннен соң, оның соңынан сөз айтып ғайбаттау дұрыс емес. Өкпе реніштің бәрі сол өлген күннен бастап ұмыт болуы тиіс. Ажалым жетсе, бүгін мен өлем, ертең сен өлесің. Тіпті аспандағы құс та өледі. Тек сол өлімді өз уақытымен келсе дейсің. Кешегі бала қызымды айтсаңшы, жас кетті ғой, жас кетті, деген Ақылбай ақсақал терең тыныстап ауыр күрсінді. Бұл кезде үй ішінде тыныштық орнаған еді. Жақ ашып ақыл сұрағанда, ақыл айтқанда ешкім болмады. Бәрі бастарын төмен салып, үнсіз отырды. Сонда көзінің жасын сүрткен Ақылбай онан әрі сөйлеп жатты. Баяғы бала күніміз еді. Осы кәкім бір мешелде, мен сонда 10 жастардағы баламын. Біраз бала анау төбенің басына шықтық. Содан кері шабатынымыз бар еді. Осы кәкім екеуміз соңғы рет тай жарыстырдық. Ол жарыста да менің тайым бірінші келді. Мына біздің қазіргі қорым ол кезде таза төбе еді. Бәріміз баламыз ғой. Анау төбеден қуысып кеп, осы төбеге шығып тоқтадық. Бұл сонда кейін қалып қойғаннан намыстанып, тайының тамағын орып жіберді. 4 аяғын сілтеген тайы сұлап түсті. Біз шулап ауылға келіп, тайыңыз арам өледі, сойдырып алыңыз деп әкесіне айттық. Сонда Шорахан ақсақал шығып, әй жүгірмектер, бір тайды өлді деп, сонша неғып шулайсыңдар? Менің кәкішім шаба алмайтын тайдың бәрін сойса да өзінікі. Маған десе арам қатсын. О несей, 5 шайымды қазағып, дүрлігіп, барыңдар бар, көзіме көрінбе жоғалыңдар деп қуып жібербеді. Құдайдың шеберлігіне шүбә жоқ балаларым. Шораханның сол кәкіміне тай түгілі адам сойып жегізді, деп алдындағы шәйнекті ұстап көрді. Мұнысы шай суып қалмаған болса, құй дегені. Сонда Жәнібек бала шайға жүгірді. Тап сол кезде есіктен түсі бұзылып, тұнжырап кеткен сары кіріп, уа аха, түнде менен де 2 ешкі мен 1 жылқы құлап, сеспей қатыпты. Бәрінің аузарынан Әбішжан айтқандай, сары сұйық ағып тұр. Енді қайтық деп басын ұстап отыра кетті. Міне осыдан соң бұл ауылда нағыз дүрбелең басталды. Өйткені Әбіш айтқан эпидемия деген сөз үрей туғызды. Мұныңыз ауа арқылы тарайды, адамға жұғу қаупі бар деген сөз. Ол аздай таңнан бері батысқа ығысқан жел өлген малардың иісін қуып ауылға келді. Енді тек көш тиеп көшу керек, бас ауған жаққа қашу керек. Онан басқа жол жоқ.
Алла, қайда барамыз? О жаратқан, өзің жарылқай көр. Жәнібек балам, жолға жарамды қанша түйе қалды? Әй ертуған, арба нешеу? Ақа, 5 түйе қосаламын, басқа түгім жоқ. 10 шақты ешкім жолға азық болсын. Мына ауылдағы аш жатқан қазақтар сыйса болды. Ендеше дайындалыңдар бәрің. Қайда барамыз? Қытай ауып жатыр деген, сонда көшейік. Құдай сақтасын, құрт құмырсқа жейтін қара қытайларға жемтік болмайық. Әй Әбішжан балам, бағыт бағдар сызылған карта қайда қалды? Міне нағыз ақыр заман осы еді. Енді бізге жетпегені осы эпидемия еді. О тәңірім, бет аулақ мұның. Арадан көп өтпей алдағы 5 күнде бәріңде көшке дайындалыңдар. Жеке басқа қажеттерің мен жатын төсектеріңді алыңдар. Аптаның соңы Ақылбайдың үйінің алдынан көш қозғалады, қалып кетпеңіздер, деп айғайлаған баланың даусы ауыл ішін kesіп кетті. Ауылдағы басы амандарды қағазға түртіп, түгендеп шыққан Әбіш бала соңында Ақылбай ақсақалға келді. Кешегі кеңесте мұның мойнына осы жұмыс жүктелген. Себебі көшу үшін көшке еретін адамдардың аты жөндері, саны, олардың өз аяғымен жүретіндер қаншасы бала, қаншасы кемпір шал, бәрін қағазға түсіру керек. Әйтпесе кімнің қайда қалғанын біле алмайды. Бірақ ол үшін сауат керек. Мына қазақтың бәрінде бірдей сауат жоқ. Тіпті туған жылы мен айларын білмейді. Оны сұраса аңмен, маусыммен тұспалдап қана айта алады. Бұл мысалға мешін жылы ерте көктемде туыппын дегендей сөз. Бірақ онан құжат бола ма? Дәлел дәйек бұлар бір жапырақ қағаз керек. Сонау ақ патша тұсында санаққа келгендер аты жөндерін жазып, қолдарына қағаз ұстатқан. Сол қағаздары қазір бар ма жоқ па, оны да ешкім білмейді. Мына сауаты бар Әбішке Ақылбай ақсақал осыны тапсырған. Міне сол Әбішіңіз бүгін келіп есеп беріп отыр. Бәрімізді қосқанда 200 адамдай боламыз ата. Оның ішінде 50-ші өзін өзі алып жүретіндер. Оған біз 5-еуміз қосыламыз. Ал 37 кәрі құртаңдар, оларға көмек керек. Сосын 40-қа тарта өз аяғымен жүретін кішкентайлар бар. Ең қиыны 27 құндақта балалары бар жас келіншектер, дейді. Сонда басын шайқаған Ақылбай біраз үнсіз отырып: Әбішжан, сенің осы эпидемия дегенің бар нәрсеме өзі? Соны маған нақты айтшы. Өйткені бар ғой балам, мұнша адаммен қозғалсақ, бізге оңайға соқпайды. Өзің ойлашы, құндақтаулы баласы бар келіндер бар, қарт қариялар бар. Сосын мына карта қарасам, бізге жолда су тапшы болады. Бұл басқаларға ештеңе емес, бірақ мына маған тым ауыр. Осыншама адамды соңымнан ертіп діттеген жеріме жете алмасам, біз сорларды көметінде адам болмайды. Сосын мына жұртқа не айтамыз? Ақылбай ертіп кетіп, өлтірді десе, о дүниеде тыныш жата алмаспын. Мүмкін Әліптің артын бағып, тым болмаса, күн салқындағанша күтерміз, деді. Осы Ақылбай негізі Әбішке қатты сенеді. Басқалардың айтқанымен аса бір келсе қоймаса да Әбіш баланың аузына қарайды. Бірақ мына жерде Әбіш те ештеңе айта алмады. Ақылбай ата, мұндайды бәріміз отырып, ақылдасып, бәріміз бір ауыздан шешпесек, мен ештеңе айта алмаймын. Өйткені бұл бір ауылдың тағдыры ғой. Кеңес шақырғаныңыз жөн болар деп қашақтай берді. Осыдан соң алдағы кеңесте мына көш тағы бір қаралсын, деді. Бірақ оған дейін сұмдық күтпеген жағдай болды. Есенбектің 7 баласы бірдей ауырып, қызуы түспей жатыр деген суыт хабар жетті. Астапыралла, бізге жетпегені осы еді деген екеуі сонда жүгірді. Әй Есенбек ай, сенің сорлығыңа не айтсам екен? Деп мән-жайды түсінген Ақылбай айқайлап берді. Басын бұққан күй Есенбек отыр. Тап қазір Ақылбай түгілі адам баласына айтар уәжі жоқ сорлының өзі өте момын жігіт. Әбішжан, енді не істейміз? Әй Жәнібек, Сарыбайға тездетіп хабар бер. Сүт, айран, құрт әйтеуір ағарған болса, бәрін беріп жіберсін. Ал Әбіш, келінді алып сен де ұш. Малға барып сүт шыққанның бәрін сауып әкеліп, мына балаларға ішкізіңдер, деп бұйрық беріп өзі шығып кетті. Қысқасы бір жағы көшке дайындалып жатқан ауылдың екінші жағында осындай сұмдық басталды. Өйткені сауымға барған келіншек қисайып жатқан ешкіні Есенбекке сойдырып алып қайтқан. Олар өзі Ақылбайдың бұйрығын шалай ескен сияқты. Ақылбай аурудан қисайған малдарды емес, көтерем қалғандарды арам өлтірмеңдер деп сойып алуды айтқан.
Жақында ғана ауыздарынан сары сұйық аққан Сарыбайдың малдарын өртеп келгенін Есенбек біледі. Соны естіп біле тұра, мына қисайған ешкіні сойып әкелген Есенбекті Ақылбай сөкпегенде қайтсын. Нәтижесі анау, қызулатқан балапандары бас көтере алмай жатыр. Әйтпесе 7 бала бірден төсекке жатып қалуы мүмкін емес. Оған ашу шақырған Ақылбай үйіне кеп үкім шығарды. Көшеміз ағайындар, басқа жол жоқ. Бұл жерде ауру жайлады, атың өшкір, эпидемия жайлады. Бізге енді 3 күн уақыт қалды. Жел батыстан соқпай тұрып, көш түйеміз бітті, деді. Ақылбайдың мұнысы дұрыс еді. Өйткені Есенбектің 7 баласы бірдеңе жұқтырғаны анық. Қазірше құлай қоймағаны егіздің сыңары Шолпан ғана. Міне осы қызды қайтпек. Бұл жерде қалдыруға болмайды, оған да жұғады. Әй Әбішжан, саған бірдеңе деуге тілім бармай тұр. Балам, мына қызды қанша келінге ме, қабай? Қайтсем екен? Деп қалды. Әрине Ақылбайдың не айтқысы келгені Әбішке белгілі нәрсе. Жаны ашып ақтыр. Бірақ қашадай қызды қайда апарады? Үйіне апарайын десе, Қаншаның өзі көтеріп қойған екіқабат. Демек қауқары төмендеп жүр деген сөз. Оның үстіне аштықтың зардабы тағы бар. Оған енді мына қызды апарса қалай болады? Ағзасы әлсіз ғой, ауру жұғып, Қаншадан айырылып қалса ше. Құдай көрсетпесін ондайды, бет аулақ. Сонау Еуропада чума дейме, холера дейме, сондай бір індеттен миллиондап адам қырылған. Бұл да осы 7 ағайынды жұрттың біріне жатады. Мұны мына Әбіште Ақылбайда оқыған. Сонда тек қана қымыз ішкендер аман қалған дейтін. Алайда қымыз ішкендер емес, сиыр сауған қыз-келіншектер аман қалған. Енді міне балаларға сол ағарғанды тауып ішкізе беру керек. Онан басқа жол жоқ. Қап, қайдан ғана анау келіншекті Есенбекке қостым екен. Екеуін 2 жарты 1 бүтін болсын деген түрмеді. Бұлайша айтқанда оның әбестігі жоқ еді ғой. Құдай-ай, бұл жерде Есенбек кінәлі ғой. Айтпайма ақымақ, айтпайма, деген Ақылбай ақсақал сонда қатты күйзеліп кетті. Өйткені енді мына Шолпан қызы оқшаулау керек, бірақ қайда апарады? Кімге ал деп айтады? Ол қызды кім үйіне кіргізеді? Негізі Ақылбай ақсақалдың Есенбекке ұрсатындай жөні бар еді. Себебі ол кезде осы эпидемияның тарап жатқан білетіндер мына Ақылбайдың айналасы ғана болатын. Оның ішінде анау отырған Есенбекте бар. Әйтпесе әліптің артын бағайық. Қазірше елді шошытпай қоя тұрайық деп тарасқандарын біледі. Күнде естіп, күнде біліп отырды. Сөйте тұра қатынға ешкі сойып берген бұл сорлыға не дерсің? Мүмкін үйінде аш отырған балаларының бір рет болса да қарындар тойсын деген шығар. Әйтеуір кім не десе де, ауыл сыртындағы індетті осы Есенбек сорлы үйіне келді. Әне сонан соң нағыз дүрбелең басталды. Сонда көп ойланған Ақылбай ақсақал сөзін тоқ етерін айтты. Әй балаларым, мұндай шешімді қабылдап, бұйрық айту мына маған оңай соқпайды. Бірақ айтпасыма болмайды. Жаратқанның өзі кешірсін. Бізге халқымыздың амандығы керек. Демек мына балаларды оқшаулау керек. Жәнібек балам, есіктерін сырттан іліп, айран сүтті табалдырыққа қойып қарап жүріңдер. Ешкім кірмесін, ешкім шықпасын. Содан соң ескі арбаның бірін отынға жақсын. Кесіп, дайындай беріңдер. Сарыбай ешкі берем деген, ona келіп сойып беріңдер. Ал Есенбек пен Шолпан қызды кезектесіп қарайық. Жаратқан оларға өзің жар болғайсың деп, барып бетін сипап көзіне жас алды. Қысқасы ол екеуіне де баратын үй табылды. Бұл бұрынғы өз үйлері мектеп еді. Мына аштықта қайдағы оқушы? Қаңырап бос тұрған сонда апарды. Сөйтіп Есенбек пен Шолпан бір бөлек, ауырған 7 бала мен бәйбіше бір бөлек оқшауланып қалды. Мұнан басқа жолы да жоқ еді. Негізі Ақылбай ақсақал бәрін біліп отырды. Тектінің тұқымы емес пе? Осыдан 3 күн бұрын түсінде 7 қазды бір түлкі қуа жөнелген. Түс түлкінің боғы деген бар ғой. Бірақ тап осы түсі түс емес. Мына 7 балапанды жер жалғамай қоймайды. Міне Ақылбай ақсақалдың көзіне жас алуының сыры осындай еді. Ал аласұрған ауыл көшке дайындала бастады. 4 жігіт барып көмектесіп, тең түйісіп жүрді. Сынған арбаларды жөндеп әкеп, үйлердің арасына қойды. Оған азын-аулақ керек жарақтарын алған ауыл тұрғындары
жүктерін түйей берді. Күнде зажақ бала көштің жүретін күні мен уақытын айтып, ауыл арасына 2 рет айғайлап шығады. Бүгін міне көшке 3 күн қалды, деп ақырды сол бала. Алайда үйде отырып, бала даусын естіген Ақылбай, қайдам деп басын шайқай берді. Халайық көшке 1 күн қалды. Ертең сәскеде соңғы арба Ақылбай төбесінен аттанады, деп ащы дауыспен айғайлап берді хабаршы бала. Бұл осы соңғы 1 аптада мына халық күнде естіп жүрген сөз. Ал Ақылбай төбесі дегені Ақылбай ақсақалдың қазіргі отырған үйі. Жалпы осы Ақылбайдың 3 үйі де төбе басында. Анау мектепке берген үйі де, мына үлкен баласының үйі де, өзінің отырған үйі де төбеде. Бұл оның басқалардан бай болғаннан емес, астрономияға әуестігінен. У-шудан алыс отырып, жылы күндері түндікті аштырады. Сонау бала күннен аспан денелерін зерттеуге құмар. Жұлдыздарға қарап, бағыт-бағдарды байқаса, айға қарап ауа райын болжап отырады. Жердегі тіршіліктің бәрі аспанмен байланысты екенін Ақылбай ақсақал біледі. Мысалға, ай шалқалай туса, шаруаға қолайсыз болады дейді. Мұндайды қазақ айға қолайлы, адамға қолайсыз деп түсінеді. Мұның әкесі мерген де аспан денелерін зерттеген адам. Жұлдыздарға қарап жорамал жасайтын. Бір қызығы, әкесі не айтса сол болатын. Тегінде бар тектінің ұрпағы ғой. Мына сұмдықты ең алғаш айтқанда осы Ақылбай деген адам. Оны кезінде Кәкімбек сияқтылар сандырақ деп күліп келеке қылды. Айтқандай, сол Кәкімнің байлығында шек жоқ еді. Ірі қарасының бәрін қосқанда 5 мыңға баратын. Әрине, ондай малы бар адам аштан өлемін деп ешқашан ойламайды. Алайда жұрт келді, жейтін нан таппай, соңында қолдан өлді. Тіпті адам өлтіріп, етін қазып жеуге қарады. Міне, тасыма, төгілерсің дегенді қазақ осындайды айтса керек. Бұл өткен күннің тарихы. Қазақ халқы басынан кешкен алапат нәубет. Сонау ашаршылықта адам етін жет дегенді естіген қазіргі қазақ таң қалуы мүмкін. Не десек те, Кәкімнің жұртынан қашқан Ерденнің көші бірінің аштан өлген баласын бірі жеген дейді. Алайда ол да ешкімді құтқарамаған, бәрі құрбан болған. Ал ауылдағы жағдайды көпке дейін ушықтырмай ұстаған мына Ақылбай еді. Бұл кісі қолынан келгеннің бәрін жасады. Жылқыларын сойып халқына таратып отырды. Өйткені арам өлгеннен аш жатқан қазағым жесін деді. Онымен мына табиғат құрғыры келіспеді. Шілде келіп, қайнаған ыстық төбеден өтті. Осылайша бірінің соңынан бірі шырмап, аш жатқан елді қыса берді. Аязды қыс болғанда бәрін сойып бақанға жайар еді. Мына шілдеде ол мүмкін емес. Мұндай ыстықта 2 күн тұрған ет сасиды. Оны жеген адам ұшынып өледі. Өлмегені ұшық таратады. Жоғарыда айтылған эпидемия дегеніңіз осы. Сонда ауыл маңында өлген малдардың иісі мүңкіп тұратын. Осы өлексе иіс дегенің өте қауіпті. Бұл ауамен тарайтын жұқпалы ауруларға жол ашады. Енді бұл қу мекен алдағы 2 жыл тұрақтауға жарамайды. Мына өліктер күнге күйіп, иіс кетуі керек. Демек Ақылбай үшін бұл ауылдан көшу ғана қалды. Бірақ қай жаққа көшеді? Сол күні есік алдына шығып, ауылға көз жүгірткен Ақылбай, ертең көше қалсақ жақсы еді деп күбірлеп, мектепке қарай жол тартты. Бұл өз үйі емес, бұрынғы Есенбектің ескі үйі. Ақырын басып, тыңдап кеп, қоршаудан кірді. Енді жетіп барып керегеден үңілді. Төрдегі төсекте кішкентай ғана шолпан қыз ұйықтап жатыр. Сонда есікті итеріп көрген Ақылбай, тұтқаны қосып байлаған жіпті көріп, әй, мұнысы несі деп таңғалды. Демек мына қыздың сыртынан жауап кеткен. Бұл Есенбектен келгені анық. Сол Есенбегі үйінде жоқ болып шықты. Оңбағанға жақсылық жасасаң опа бермейді деген барау, деген Ақылбай сонда ашуға булығып кетті. Қайтсын Есенбекке үйден шықпауды үкім еткен. Ол болса мына қызды сыртынан қамап өзі тайып тұрыпты. Әй, ашуыңды беріп тоқташы Ақылбай. Мүмкін дәретке кеткен шығар. Ауладан өтіп, құра жақты қарап шықты. Бәрібір ешкім көрінбеді. Онан жүделген боп дауыстап, есіктен қайта сығалады. Сонда ғана ұйқысынан оянған қыз ішкі жақтан келіп, есікті ұра бастады. Арасында, әке есікті ашыңызшы, үйге барайық деп жалынып қояды. Қазір міне қызым, қазір деген Ақылбай енді жіпті шеше бастады.
Алайда керіп байлаған жіп шешіле қоймай қолындағы пышағымен кесіп жібергенде жүгіріп шыққан қыз мойнына асыла кетті. Маңдайынан сипап, қызуы жоғын байқаған ақсақал ананы мынаны айта кеп, «Әкең қайда кетті қызым?» деп сұрады. Қыз иығын қиқаң еткізді. Бұл білмеймін дегені. Қайдан білсін, білмейтіні рас. Демек әкесі Есенбек айтпай кеткен. Сонда қыздың сау екеніне көз жеткен Ақылбай үйіне қарап жетектей жөнелді. Іштен тынып өксіп барады. Өйткені қатты ашулы еді. Мына Есенбектің мұнысы несі деп таңғалғаны рас. Бұл не қылған адам өзі? Отыр деген жерінде отырмайды. Барма деген жеріңе барады. Мына ақымақ біле білсе, мұның бәрі соның кесірі ғой. Міне осындай ой жетегінде келе жатқан Ақылбай үйінің алдында тұрған Сары мен Әбішті көргенде жүрегі дүрсілдеп қоя берді. «Әй, бұлар қайдан жүр? Әбіш, Есенбектің үйіне су алып кеткен жоқ па?» дегенше болмады. Сарыбайдың көзін сүрткенін байқап, тіпті де жүре алмай қалды. Ол бейбақтың немересінен айырылғанына көп болмады. Оның үстіне кәріліктің белгісі бар. Сәл нәрсеге еңкілдеп жылайтынды шығарған. Алайда тап сол жылы жыламаған қазақ жоқ. Тіпті сайын дала сары жамылып, жетім қалған жерде жылады. Әр төбеде көмусіз қалған мүрделер жатты. Ауыл маңында қырылған мал мен адамның өлігінен аяқ алып жүру мүмкін болмады. Тіпті аш жатқан біраз баланы өлі тірісі аралас вагонға тиегенін естіген. Сол балалардың тірі қалғаны қалды, өлгені өлді. Санап жатқан адам жоқ. Ол заманда да осы бүгінгідей сұмдықты жасырып, бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай деп өтірікті сапырып отырды. Соңында ауруын жасырған өлетінің кебін кеп, артында аңырап қалған ата-аналары ботадай боздады. Міне сол жылғы қазаққа келген нәубет осындай сұмдыққа келді. Алайда бұл басы ғана шұбырып өлгеннің қарасын ертең көште санамақ. Соны жақсы білетін Ақылбай көңілсіз келе жатқанда мына Сарының бет сүрткені онан сайын зәресін алды. «Әй, түсіңдерші бері!» деп айқай салды Ақылбай, қолдарын қосып тұрған екеуіне жақын барып. Аяқтарын сылтып басқан олар қарсы жүрді. Сөйтіп үйден 100 қадамдай төменде жолықты. «Айт, не болды?» деп ақырып жіберді сонда ақсақал. Бірақ ол екеуінің айтатындай уәж болмады. Әбіш Сарыға қарады, Сары кішкентай қызға қарады. Онан біраз үздігіп барып: «Ақа, мына бала сонда барса, есік алдына қалдырған кешегі қымыз сол күйі тұр екен». Есікті қақса, іштен еңкілдеп жылаған еркектің даусын естіпті. «Мына қыздың әкесі барып кіріп алған сияқты», деп қызымдап теріс айналып кетті. Міне осыдан соң болар болды. Қымызды ішпегеніне қарағанда, әрі қарай Ақылбай ақсақалға бәрі түсінікті. Байғұс балалардың біреуі де аман қалмағаны ма? О жаратқан, жасаған ем. Бұл не қылғаның? Жақында ғана тақылдап, тақпақ айтқан балалардың сүбелері көз алдынан шыпырып өте берді. Аяқ қолынан жан кетіп, басы айналғандай болды. Сонда тәлтіректеп барып отыра кеткен Ақылбайдың түрі бозарып: «Олды, тоқтат енді, даусыңды шығарма», деді зілдінмен сыңсып тұрған Сарыбайға. Онан Әбішке қарап: «Мына қызды келінге апарып табыстап, өзің үйге кел», деп бұйырды. Қысқасы, қыз жетектеген Әбіш кеткенде, орнынан әрең тұрған Ақылбай Сарыны ертіп үйіне кірді. «Уа Сарыбай, замандасым, уа Әбіш, Жәнібек балаларым, сендер маған ақыл айтыңдаршы. Мұндайда не істеу керек?» деп сұрады Ақылбай. Негізі не істеу керектігін Әбіш те Ақылбай да біледі. Бірақ оны қалай айтады? Бір дауыспен бірігіп, бір шешім қабылдаулар керек. Сонда Еуропада мұндай өліктерді өртегенін бұл екеуі кітаптан оқыған. Алайда түсі суық Ақылбай жауап күтті. Жақ ашып ақыл қосқан ешкім болмады. Керісінше көздерін сығымдап, сыңсып отыра берді. «Жыламаңдар енді, болды дедім ғой», деген Ақылбай сонда екінші рет ескертті. «Жыламаңдар, бітті. Жаратқанның жарлығына жұмыр басты пендесі көнеді. Біз бәріміз пендеміз. Қолымыздан ештеңе келмейді. Жазмыштан озмыш жоқ деген сөз бар. Айтқандай Әбішжан, сен мұндайда не істеу керегін оққан боларсың. Бірақ біз бұл жерден көшкелі отырмыз ғой. Демек жел жақтан барып етегін көтереміз. Содан соң есікті ашамыз. Ана өкіріп отырған ақымақты шақырамыз. Өз аяғымен шықса шыққаны, шықпаса сүйреп шығарамыз. Ал қане Жәнібек балам,
сен барып ертуғанды шақыр. Сосын анау Бәпит шақыр, ол да жігіт боп қалды. Менің де тұңғыш баламды шақыр. Бәріміз бірге барамыз. Жағдайды бақылап көріп, сонан соң үй қазамыз. Бүгіндікке жел шығыстан соғып қарасып тұр, деп сөзін тоғайтерін айтты. Ал арадан көп өтпей, ылғалды шүберекпен ауыздарын тұмшалаған жеті еркек Есенбектің үйіне келді. Оның Ақылбай айтқандай, кез үйдің етегін тұрып сағалап қарады. Сондағы көргендері сұмдық болды. Жеті балапан жеті жерде жансыз жатты. Жер бауырлап жылаған Есенбек пен бәйбішесі бір төбе. Әрқайсысы өз балаларын құшақтап қыңсылап отыр. Дыбыс беріп жылайтындай дәрмендері қалмады. Тіпті есікті ашқанда екеуі де бастан көтере алмады. Міне бұл сұмдық осы Ақылбай айтқандай болды. Көрген түсі күндізгідей келді. Алайда енді қарап отыруға болмайды. Қамдану керек. Алла, қарап тұруға болмайды. Әрқайсымыз бір баладан аламыз деген Ақылбайдың даусы шыққанда, есік алдында үрписіп отырғандар ішке лап қойды. Сөйтіп, жеті еркек жеті баланы көтеріп қабірге бара жатты. Мұны көргенде кеудесінде жаны бардың бәрі ағылды. Жел жақтан тұрып, қатар-қатар үй қазды. Қараңғы түсе, жап-жаңа жеті баланың үйшігі пайда болды. О сұмажал, сенде өзі аяушылық деген бар ма? Мына жеті балапанның не кінәсі бар еді? Сонда қабір басында тұрып, бет сипаған Ақылбайдың зарлы даусы шықты. О халайық, айналайын қазағым, бүгіндікке жел шығыстан соғып, Құдай қарасып тұр. Ертең таң ағара бәріміз көшеміз. Ешкім естімедім демесін, ұйықтап қалдым демесін, дайын болмадым демесін. Әбішжан, Ертуған, Жәнібек, әй Бәпи, сен балада барасың. Жігіт болдың. Сенде таңғы 5-те түйе жылқының бәрін әкеліп, арбаларға жегіңдер. Соңғы көш күн сәскеге көтерілгенде жүреді. Жел батысқа бұрылмай жатып, мына ауылдан шығып кетуіміз керек. Ал қане енді тараңдар бәрің. Мына жерде қалуға болмайды деп өзі төмен түсе берді. Оның соңынан Сары мен Әбіш ерді. Сөйтіп жеті баланы бірдей жерлеген жаралы жұрт тұраса бастады. Ертең көш дегенде қайдағы ұйқы? Сол түні Ақылбай ақсақал көз ілмеді. Жер бауырлап жатып жылап алды. Қимайды, ескі жұртын қимайды. Бұл осы Ақылбайдың туған ауылы. Көзін ашқаннан 66 жыл ғұмыры осы жерде өтті. Алла, көп қинамай менің жанымды ала қойшы, деп Құдайға жалбарынды. Алайда адамның айтқаны болған ба? Алланың бұйрығы келмесе. Өлгісі келгенде айналып өтіп, өрімдей балапандарды жалмағанын қарашы. Қу дүние, кемтар дүние. Сірә осы Ақылбайдың өлім күткені рас. Өзіне өлім сұрап жалынып, жалбарынғаны да рас. Өйткені мына көштің ақыры қандай болады? Белгісіз. Әйтеуір бастар ауған жаққа шұбырып барып, қырылып қалулары мүмкін. Мұндайда осы Ақылбай кінәлі болады. Оны мына жақыннан айырылған жұртқа түсіндіріп көр. Олар ештеңе білмейді. Олар эпидемияның не екенін білмейді. Өйткені ол көзге көрінбейді, қолға ұстауға келмейді. Атың өшкір бір ауру тудырады. Міне Ақылбай ақсақал осындай ой шырмауымен отырғанда аттардың аяқ дүбірімен арбалардың сықыр естілді. Таң ағарып басады. Әр жерден шыққан адамдар көш алдына қаз-қатар тізіле берді. Өздігінен жүре алмайтындар анау арбаларға отырыңыздар. Ал құндағында баласы бар келіншектер мына арбаларға отырыңыздар деген Әбіштің даусы шығып жатты. Айнала уда шу боп жылап сыстағандарға толып кетті. Сонда күтпеген жерден шу шығарған қара кемпір келіп, әй анау ақылды сымақ Ақылбайларың қайда? Сол өзі Құдайдан қорқама жоқ па? Деп жетіп келіп алдыңғы арбаның алдына жатып алды. 6 бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.